Кыямет күнү биз әлемдердин Раббысынын алдына барган кезде бир адам жок. Эң әуелі сол намаз жайында суралмайт. Өзүң ойлаңыз. Бир адам жок. Тіпті тозақтықтардың өздері тозаққа түсірілген кезде «Мә сәләкәкум фи сақар» Әл-Муддассир сүресінде мүминдер жәннатқа кіргеннен кейін өздерінің танитын адамдарын тозақтағыларды көріп Алла Тағала сондай сұхбат жасатады. Сонда айтады: «Не сендерді түсірген тозақтың ішіне?» Сонда олардың ең әуелі аузынан шығатын сөз «Ләм накун минал мусаллин». Біз намаз оқушылардан болмаған едік. Ақыл сөйлейді деген тозақта. Тозақта тек ақыл сөйлейді. Көңіл қалау деген сөйлемейді. Өзіңіз ойлаңыз. Алла Тағала сол ақылды осы дүниеде жөнге келтіруді қалап отыр. Сонда ең бірінші айтатын нәрсесі біз намаз оқушылардан болмаған едік.